Армысыздар қымбатты тыңдарман. Жаңа әңгіме. Ашылмаған сыр. Сәуле Қапанова. Ас үйде ақ шәйнекті алдына қойып, жалғыз өзі терлеп-тепшіп, қойын күрең шайды ішіп, сораптай тартып отырған. Сәнім қонақ бөлмеден мазасыз шылдырлаған телефон қоңырауын естісе де бірден тұра қоймады. Тек жатын бөлмеде жатқан. «Ей, бұл үйде біреу бар ма? Көтерсеңдерші телефонды» деген отағасының ашулы даусы шыққанда ғана орнынан созыла тұрып төргі бөлмеге беттеді. Қолдаяқты баланы тапқан екенсің деп күңкілдей жетіп тұтқаны көтерген. «Алло, кімсің? Алло, естілмейді, қаттырақ сөйле». «Апа, сенбісің? Амансыңдар ма, не боп қалды?» Шешесінің бұлай телефон арқылы хабарласқанына іші әлденеден қылп ете түскен Сәнім тезірек мән-жайды білуге асықты. Демін ішіне тарта сөзін бөлмей аяғына дейін тыңдап алды да, Тоқтарбек қазір үйде еді, жұмысына кетпей тұрып ақылдасайық. Сосын бір шешімге келіп, хабарын береміз деп тұтқаны орнына қойды. Біраз ойын жинақтап алған соң, кібіртіктей басып жатын бөлмеге кірді. Отағасының түскі тамақтан соң оңашада аздап мызғып алатыны бар еді. Сондықтан төсегінің шетіне ептеп отырып жатқан Сәнімге көзін сығырайта ашып қарады да, «Кім екен қоңырау шалған? Тыныштық па?» деп сұрады. «Қайдан тыныштық болсын? Апам хабарласты». Не боп қалыпты? Созбаламай айтпайсың ба?» Қайшаның ай күні жетіп отырғанына қарамастан енесі үйінен тағы қуып шығыпты. «Ұлыма лайық емессің, ішіңдегі балаң да керек емес. Оған өзім қалаған қызды тауып алып беремін» деген. Ұлы мал. Айдап Моңғолияға кеткен екен. 2-3 айсыз оралмайды. Соның жоқтығын пайдаланған ғой. Онсыз да отырса опақ, тұрса сопақ болып күн көрсетпейтін еді. Қайша соған қапаланып, күйзеліске ұшырап, ауруханаға түсіпті де босанып ұл тауыпты. Бірақ балаға қарауға шамасы жоқ. Бір есін біледі, бір есін білмейді. Дәрігерлер жүйкесі тозған, қалаға апарып емдемесе болмайды. Қолымыздан келмейді деп жатыр. Баланың денсаулығы жақсы екен, апам шығарып алып үйде өзім бағып отырмын. Бірақ менің шамам келер емес деп айтып отыр. Келіп қайтыңдар дейді. Тоқтарбектің ұйқысы шайдай ашылып, көп ойланып толғанған жоқ. Ертең жолға шығайық, қалғанын бара көрерміз деді де киініп үйден шығып кетті. Таң қыла бергенде тұрақтан көптен бері жарық даланы көрмей, жалғызсырап тұрған не басын шығарып, іші сыртын жуып тазалап болғанда Сәнім де таңғы асқа шақырған. Екеу үн-түнсіз 2 кесе шай ішкен соң үйге көз қырыңды саларсың. Бүгін оралмасақ өрістен келісімен сиырды сауып ал деп көршіге тапсырды да жолға шықты. Баратын жер біршама ұзақ. Тоқтарбек пен Сәнімнің жалғыз қыздары Балғын Батыр мектептің соңғы жоғарғы оқуға түсіп, қалаға кеткенде бұлар көпке дейін көндіге алмай жүрген. Негізі Сәнім 2 бала көтерген болатын. Тұңғышы Ерболат, жасы 3-ке келіп, былтырлап сөйлегенде балдай тәтті қызығына тоймай жүргенде белгісіз аурудан шетінеп кеткен еді. Ауыл үлкендері көз тиген деді. Сүйікті ұлының қазасы есеңгіретіп, есін әзер жиған кезінде Балғынды көтеріп дүниеге әкелді. Сосын қаншама ниеттеніп күткенімен Құдайдың бергені осы қыз ғана екеніне көздері жеткендей болып үміттерін үзген еді. Енді міне, сол үзілген үміттерді жалғайтындай екеуі де ерекше сезімде, белгісіз тағдырға бет алып келе жатыр. Жоқ, босқа үміттенбейікші. Қайша есін жинап тәуір болғанша ғана баға берейік. Ол да ана ғой, тұңғышын тірідей айырылар дейсің бе? Деген ойлары шар тарапты шарлап, толғаныс үстінде алыстағы ауылға келіп жетті. Анасымен асығыс амандасып, төргі бөлмеге ұмтылған. Сәнім бесіктің алдында тізерлеп отыра кеткен. Алай ешкінің сүтіне әбден тойған сәбидің ақ сары жүзі қызара бөртіп, мұрнының ұшы сәл терлеген қалпы пысылдап тәтті ұйқыға кетіпті. Анда-санда басын ары-бері шайқап, шүршиген кіп-кішкентай еріндермен
анасының төсін іздегендей тамсанып қояды. Сәнімнің көздеріне еріксіз жас үйіріліп, кеудесін сүт кернегендей сыздап кетті. Жаным, ботақаным, сағындым ғой сені. Дірілдеген саусақтарымен сәбидің бетін, маңдайын емірене сипаған Сәнімнің атын кім деп қойдыңыздар деген Тоқтарбектің дауысы есін әрең жиғызды. Шалқылаған атақты адам болып біздің қолымызда ұзартсын, мына жоқшылықтан құтқарсын деп ырымдап дәулет қойдым. Келгендерің жақсы болды ғой, жалғыз өзім не істерімді білмей отыр едім. Өмірге келген шақалақ қой, өз несібесі бар шығар. Қорадағы азын-аулақ малдың тәуірлеуін сойып, көршілерге бір шәугім шәй беріп батасын алайық. Сен қамыр илеп, бауырсақ пісір. Мен дүкенге барып, біраз қант кәмпит жаздырып әкелейін. Сөйтіп аздан соң-ақ көптен бері адам даусы естілмей, тыныштықта тынып тұрған үйді жанданып сала берді. Іргелес тұратын көрші келіншектің қолы, аяғы да, аузы да тыным көрмейтін, жыпылдаған пысық көрінеді. Туған шешесі болса да өзі тұрмыс тіршілігімен сирек келетін. Қайшаға қарағанда осы үйдің адамындай әр заттың қайда тұратынын жақсы біледі екен. Соның арқасында кең бөлмеге ұзыннан ұзақ дастархан жайып, үсті дәмділерге толтырылды. Көршілер де көп күттірген жоқ. Шақыртуды тоспай-ақ өздері естіп келгендерінің алды жиналып, есік алдында ұзын сонар әңгіме басталып кетті. Бастары түйісіп, әрі-бері жүгіре басып, шәй қамына кіріскен Сәнімге оқтын көз тастап, сыбырлай сөйлескендерінен-ақ әңгіменің түп қазығы кім екенін аңғартпай-ақ білуге болушы еді. Ауылды жерде кімнің үйінде қандай жағдай болып жатқанын алақандағыдай емес пе? Біреулер Қайшаның алдында долы енесін, біреулері сондай шешеден туған ынжық ұлды кінәлап жатыр. Ел тарқап үйде тек үшеуі ғана қалды. Көрші келіншек ыдыс аяғын жуысып қайтып кетті. Сәнім бесіктің жөргегін шешіп, баланы шомылдырып, қойдың ертілген құйрық майымен сылап-сипап, ыңылдап әндетіп қояды. Арасында қошақаным, балапаным деп емірене иіскеп, айналып-толғанып, бар әлемді ұмытқан күйде. Тоқтар балам, мен сендерді бекер шақырған жоқпын. Түрімнен көріп, жақын үйде жүргенде мына жағдай жығылғанға жұдырық болды. Қазір ауруханаға барғанда Қайшаның қандай халде жатқанын өздерің көресіңдер. Дәулетті сендерге сеніп тапсырғаннан басқа амалым жоқ. Дәрігерлер ұзақ емделеді дейді. Тәуір болып ортамызға оралса, өзі барып алып келер. Оға дейін Дәулетті туған балаларыңдай қарап, бағып беріңдер. Әкесі ше? Ертең олды ауылға келгенде іздеп келсе қайтеміз? Ол Анадолы шешесінен аса алмайды. Қайшаны қыс ішінде далаға жалғыз көйлекпен енесі қуып шыққан. Ара түсе алмаған күйеуден нені күтесің? Еріксіз қараңғы түнде көршінің терезесін қағыпты. Тонға орап, шанаға салып үйге келгенде жүрек талмам ұстап қала жаздады. Ертеңінде күйеуі сүмірейіп келіп, аяғыма жығылғандай болып алып кетті. Сондағы бар кінәсі осы Дәулетті көтергенде піскен етке жерік болған екен. Түнде тұрып, кешкі астан қалған етті жеп, сүйегін мүжіп отырғанда енесі келіп қалыпты. Мұндай да сұмдық болады екен-ау. Жалғыз ұлынан көретін немересі емес пе? Сол жалғыз ұлына байдың қызын әпергісі келеді. Бізді менсінбейді. Қайша босанған күні құтты болсын айтайын деп құдағиыма кіріп шыққанмын. Мені көргенде аузын ақ ит кіріп көк ит шықты. Қызың ауру. Жын перісі бар. Ауру қатын қайбір дені сау бала туар дейсің. Аманда алып кет қызыңды. Баламның басын босатсын. Енді менің көзіме көрінуші болмаңдар. Тепсініп үйінен қуып шықты деп жыламсырап, жаулығының ұшымен көзін сүрткен анасын көргенде Сәнім де шыдап тұра алмады. Апа, біз Қайшаға барып келейік. Біраз ет, ыстық сорпа құйып алайын. Сіз Дәулетке қарай тұрыңыз. Қайшаның өңі қашып, жағы суалған, жүдеу жүзін көргенде Сәнім көз жасына ие бола алмады. Жаным, жалғыз бауырым, қандай күйге түскенсің? Әпкетайым, мені іздеп келдің бе? Сағынысып көріскен апалы сіңлілер сол қылдай жылап, ұзақ уақыт құшақтарын жаза алмады.
Жездем де келген бе? Амансың ба сұлу балдызым? Қалың қалай? Сұлу балдызыңның тек аты ғана ғой. Өзгермеген. Ештеңе етпейді, әлі-ақ тәуір болып кетесің деп Тоқтарбек балдыздың маңдайынан иіскеді. Қайша дәулетінің бауы берік болсын, арқа сүйер азаматың болсын деді. Дәулетің кім? Ұлың ше? Апам атын Дәулет деп қойыпты. Сонда менің ұлым бар ма? Қайша екеуіне кезек-кезек жалтақтай қарады. Нұры солған көздерінен шын таңырқау бар тәрізді. Дәрігерлер маған ештеңе айтқан жоқ. Ол ұл қайдан келген? Енді Сәнім таңданып қалды. Шынымен Қайшаның есінде ештеңе жоқ па? Қайша, сен аман-есен босанып сәбилі болдың. Енді тек менің сұлу сіңілім ғана емессің. Сәбиің сұлу да ақылды анасысың. Қайша өңі бұзылып, төсегінен шалқая жатқан күйіп, көрпесімен қымтап астына тығылды. Қайша, қалқам, басыңды көтерші. Жоқ, ермек естісе не болады? Апам тағы ұрып үйден қуып шығатын болды ғой. Бәрі жақсы болады жаным, ештеңе ойлама. Тәуір болып кетесің. Сол күні шешесін жалғыз тастауға қимай, Сәнім мен Тоқтарбек қонуға қалды. Ертеңіне түс ауа Дәулетті бесік жөргегін қосып, сүт мол әрі құнарлы ала ешкісін де бақыртып көлікке салып ауылдарына қайтқан. Анасының көрген қиындығына қарамай Дәулет ерекше тыныш, сүйкімді бала болып шықты. Сәнімнің қалпында айырылып қалған өз ұлының қайғысынан қанталаған жүрегіне дәрумен болып, жан жарасы бір жола емдеп, енді ол тек Дәулетім, ұйықтап Дәулетім деп оянатын болды. Дәулет жасқа толарда автобуспен артынып-тартынып Қайша келді. Қала ауруханасында ұзақ емделіп, дертінен бір жола сауыққан сияқты. Дегенмен енді апыл-тапыл жүре бастаған Дәулетке тосырқай қарап, қолына алуға асықпады. Дәулет, Қайша тәтеңе баршы, кәне бара ғой, деп Сәнім қаншалықты жүрегі езіліп тұрса да оның қолынан жетелеп анасының алдына алып келді. Адам жатырқамайтын сәби бірден талпынып, еріксіз көтеріп алған Қайшаға күле қарап, томпиған саусақтармен бетін шапалақтап, көзін, мұрнын шұқи бастады. Қайша тіл қатпастан ұлының жүзіне қадала қарап, әлде бір таныс бейнеге ұқсастық іздегендей мұқият тексеріп шықты да ақырын жерге түсірді. Сәнім тек сол сәтте өз-өзіне келіп, қазанға тамақ салайын деп бөлмесінің есігін қымтап жапты да, көзіне үйірілген жасты сығып тастап, ас үйге беттеді. Бірақ көп ұзамай Дәулетті жетелеп артынан ілесе шыққан Қайша қарны ашқан сияқты қыңқылдай берді деп Сәнімге ұстатты да жылдам басып далаға шығып кетті. Тамақтан соң Сәнім Қайшамен оңаша қалып әңгімеге тартпақшы болды. Қайша, жағдайың қалай? Бәрі жақсы әпке, ауылдың кітапханасына жұмысқа орналастым. Ермекше, жолықтыңдар ма? Қайша төмен қарады. Түйілген қабағына қарап Сәнім бұл тақырыптың оған ұнамайтынын түсінді. Сонда да, сені ұлын іздеп келмеді ме? Деп сұрады. Қайша басын шайқады. Ауылда жұмыс жоқ деп шешесі көрші ауылдағы нағашыларына жіберіпті. Сонда мал бағатын көрінеді. Өз ауылдарында ол бағатын мал жоқ бекен? Солай болғанда. Біз заңды некеде жоқпыз. Дәулетке құжат алып па едің? Тегін қалай жаздырдың? Өз атыма. Енді не істемек ойың бар? Дәулетті алып кетуге келдің бе деп Сәнімнің жүрегі қаншалықты қанжылап тұрса да еріксіз сұрауына тура келді. Қайша үнсіз ұзақ отырды. Бір шешімге келе алмай іштей арпалысып отырғаны белгілі. Сосын саусақтарын сығымдап, әпкетай, менің жанашым тек сенсің. Дәулет сендерге де жүре тұрсыншы, кішкене есейсін. Ауылда жұмыс табу өте қиын. Мен болсам енді орналастым. Біраз ақша жинап, ел қатарына қосылайын деп Сәнімге жалына қарады. Сен жиірек келіп тұруға тырыс. Дәулетті өзінен алыстатпа. Оның анасы тек сенсің. Бірақ нағыз ана болуға сен ғана лайықты сияқтысың. Сәнім сіңілісінің үйінде болған 2 күнінде Дәулетті Қайшамен жиі қалдыруға тырысып бақты. Бірақ неге екені белгісіз, Қайша балаға тым суық болып шықты. Әпкесінің Дәулетті ойната тұршы. Ұйықтап жатыр ма екен? Қарап келші.
киімі былғанбап па, ауыстыра салшы деген сан алуан тапсырмаларды немқұрайды орындап, құдды бір көршінің баласына қарағандай күйде жүрді. Тек қоштасып жолға шығарда ғана ұлын көтеріп бетіне тесіле қарап бір сүйді де, келіп тұрамын әпке. Мені түсінуге тырысшы. Қазір оның анасы болуға дайын емеспін, деді. Уақыт сырғып өте берді. Дәулеттің жасы 4-ке толды. Сәнім анда-санда келіп тұратын, Қайшамен ұлы туралы әңгіме қозғамайтын болған. Бір күні Дәулет даладан боздап жылай кірді. Мама, қарашы, Әсеттің не істегенін. Не болды балам? Әсет не істеді? Дәулет қолында бір құлағы жұлынған ойыншық қоян Сәнімге ұстата салып, Әсет жұлып тастады. Бұл Қайша тәтемнің әкеп берген қояны ғой, деді. Әй, Әсетті ме? Жарайды, жылама ботам. Мен қазір құлағын орнына тігіп беремін. Судай жаңа қоян болады, деп жұбатты да ойыншықты жамауға кірісті. Бұл Қайшаның 1 жыл бұрын әкеп берген қояны болатын. Балғынның қаладан келген сайын әкелетін сан алуан ойыншықтарының ішінен бірін дәл осы қояндай жақсы көрмейтін. Қоянды қолынан бір елі тастамайтын ол, тіпті онсыз ұйықтамайтын еді. Қайда барса да құшақтап, ұстап, сүйреп жүргені. Оңаша қалса әлденені құлағына сыбырлап айтып жатады. Не туралы сөйлеп отырсыңдар деген сұрақ қойса, Қайша тәтем жайында деп қысқа қайыратын. Бірде кешкісін жұмыстан келіп киімін ауыстыруға жатын бөлмеге кіріп кеткен. Тоқтарбек іле шықты да Сәнімді ымдап шақырды. Қарашы, айтсам сенбес едің. Сәнім аяғының ұшымен еппен басып, жерде отырған Дәулеттің желкесіне үңілді де, өз көзіне өзі сенбей қалшия қалды. Дәулеттің алдында шашылып жатқан жанұялық суреттер жинағы. Ең үстіндегі 2-3 сурет Қайшанікі. Бұйра шашты, кекілді жас қыз. Қаладағы кітапханашылар техникумда оқып жүрген студенттік шақтары. Дәулет әр суреттегі Қайшаға үңіле қарап, шаштарынан аялай сипап, күбірлей сөйлеп шөп-шөп сүйіп қояды. Ол титтей ғана бала жүрегімен осы жанмен арада көзге көрінбес, жіңішке жіптей байланыстың бар екенін сезеді. Жансыз суреттен өзіне жылулық іздейді. Көздерін тарс жұмып, қос қолдап ұстаған суретті жүрек тұсына құшырлана басып қояды. Басқалардай емес. Мына суреттің қайрылған шеттерімен көп ұстап уқалаған, сынған қалпында қарасаң, шамасы бұл оның күнделікті айналысатын ісіне ұқсайды. Балам, не істеп отырсың? Кенеттен шыққан дыбыстан селк ете түскен Дәулеттің қолынан Қайшаның суреті түсіп кетті. Әшкере болған ұрлығын жасырмақ болып қатты сасқан ол жылдам шашылған суреттерді араластыра бастады. Кімнің суретін іздеп жатырсың деп қоймаған Сәнімге тіке қарай алмай, басын төмен қаратқан күйі, папамның деп жауап берді. Тоқтарбек Сәнімнің иығын түртіп, бөлмеден шығайық деп ымдады. Шыққан бетте жүзін жас жуған Сәнімді Тоқтарбек иығынан құшақтады. Ботамай, бала жүрегі анасы екен сезеді екен ғой. Сағынып жүрген тәрізді соңғы рет Қайша келгенде біздің көзімізше бетінен сүйгізбей құшақтатпап еді. Иә, бұрынғыдай емес. Шақырса әзер баратын, ал өз көзінің астымен Қайшаның әр ісін алыстан бақылап жүретін сияқты. Менің қарағанымды байқап қалса, сасқалақтап тұра қашатын. Маған солай көрінетін шығар деп ойласам. Сәнім Дәулетті алып, апамдар жаққа барып келейік. Мен жұмыстан кезекті демалысымды аламын. Бұл жолы Қайшамен ашық сөйлесем, кеш болмай тұрғанда баланы өзіне қайтарайық. Сәбиді өз анасынан айыруға болмайды. Нағашы әжесінің ауылында баратын естіген Дәулеттің қуанышына шек болған жоқ. Тура қазір жүргелі тұрғандай жылдам киім-кешектерін жинай бастады. Ертеңде түс ауа келген бұларды ауылда үлкен жаңалық күтіп тұр. Амандық саулық сұрасқан соң Сәнім: апа, Қайша жұмысынан нешеде келуші еді? Мүмкін тосын сый жасап біз барармыз. Дәулет, қалай ойлайсың, барайық па? Иә, алақай, барайық. Қайша тәтеме барайықшы деп Дәулет қуанышы қойнына сыймай сыртқа қарай жүгірді. Қайша жоқ, қашып кетіпті. Не дейсің, апа? Қайда қашып кетіпті? Байға. Қайда болушы еді?
Шешесінің дәл мұндай ашулы күйін көрмеген Сәнім аузы ашылған күйі орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Аздан соң шешесін сұрақтың астына алып, осыдан бір ай бұрын ауданға жиналысқа кеткен Қайша болашақ күйеуімен танысып қайтады. Қызылорда жақтың жігіті. Әке-шешесі жетімдер үйінде тәрбиеленген, мамандығы құрылысшы, кранда істейді дей ме? Біздің қызды бірден ұнатыптымыз, бірақ қызымыз бұрын тұрмыста болғанын, ұлы бар екенін жасырып қалыпты. Кейін біле жатар дейді. 2 күн бұрын ауданға барып келем деп кеткен, кешкісін оралмады. Қарасам киім-кешектерін түгелдей жинап алып кетіпті. Сендерге қалай хабар берерімді білмей отырем. Поштадан телефонмен сөйлесейін десем, елден ұялдым. Бәрі естісе болды, бүкіл ауылға жайылады. Бай сұрап отыр екен деп шулайды ғой. Онсыз да сұрағандарға не айтарымды білмей, ауданда шаруасы біткен соң келеді дедім. Апа, сабыр сақтайық. Мүмкін осы жолы бағы ашылар. Ермекте үйленіп алды емес пе? Кімді күтеді енді? Иә, апа, бақытты болсын деп тілейік. Енді бұл үйде жалғыз өзіңіз қалай отырасыз? Сізді жанымызға көшіріп алайық. Не дейсіз бұған деп Тоқтарбек екеуіне кезек қарады. Жоқ, маған әуре болмаңдар. Шалым жатқан жерден қайда кетем? Жалғыз мені қасқыр жейді деп ойлайсыңдар ма? Ел ішінде емеспін бе? Тоқтарбек дұрыс айтады, апа, қартайғанда жалғыз қалай тұрмақсың? Сиырың бар, малың бар, оларға қарау да оңай емес. Қыста от жағу, тазалау. Осы уақытқа дейін үйдің тіршілігінен өліпті деген кемпірді көрмедім. Көршілерім жақсы адамдар, Құдайға тәуба, көмектерін аямайды. Биылша қыстап шығайын, келер жылы тағы көреміз. Шешесінің алған бетінен таймайтынын көрген Сәнім Тоқтарбектің көмегімен талай шаруаны тындырып тастады. Екеуі қора тазалап кеткен жерлерді жөндеп, малға жетерлік шөп түсірді. Қыстық отын суын дайындады. Үйдің іші сыртын сылап, әктеп, терезелерді жылулады. Тек Дәулет қана көршілердің балаларымен біраз ойнап, жүгіріп жүрді. Қайша тәтесін сұраумен болды. Неге келмей жатыр? Жұмыс неге бітпейді? Біздің келгенімізді білмей қалды ғой. Әйтпесе жылдам келер еді деп қыңқылдаумен кеш батырды. Қайша сол кеткеннен мол кетіп, тек 3 айдан соң ғана Сәнімдерге келді. Бірақ 1-2 рет жазған хатынан ол сіңілісінің амандығын естіп білген болатын. Жанына ерткен күйеу жоқ, жалғыз. Бұл жолы алдынан жүгіріп шыққан Дәулетке күлімсірей қарап, басынан сипай бергені сол еді. Қуанышы мен сағынышын жасыра алмаған бала Қайшаның мойнына асыла кетті. Тіпті қастарына келген әке-шешесіне де назар аудармастан, тарс ораған қолдарымен мойнын қыңқылдыра қысып ұзақ тұрды. Қайша не дерін білмей кеудесіне жабысқан баланы ажыратпақ болып әрекет етіп еді. Оныстан түк шықпады. Тек Тоқтарбектің балам Қайша тәтеңді қылқындырып өлтіретін болдың дегенде ғана өзінің тым артық кеткенін сезіп ұялып қалды ма, Сәнімнің етегіне оратылып бетін жасырды. Балдызым-ау, неге жалғыз жүрсің? Тағы біреулер алып қашып кетпесін, байқа. Жоқ, Жесеке, бұл жолы мықтап тұтылдым, қорықпа. Онда неге бажамды ертіп келмегенсің? 1-2 күнде келеді. Ауданда апамның бір тапсырмасымен қалды. Деп күле жауап берген Қайша Сәнімді құшақтап бетінен сүйді. Әпкетайым менің, ұрыспашы маған, менің бақытты болғанымды қалаймысың? Менің бар тілегім сенің бақытты екеніңді көру. Бірақ мұнда өзіңді жақсы көріп, күтетін жандардың бар екен ұмытып кеттің бе деді. Сәнім өкпесін жасыра алмай. Дәулет ұйқыға кеткен соң олар ас үйде шәй үстінде ұзақ әңгімелесті. Қайша бұл жолы Дәулеттің құжаттарын өзгертіп, Сәнім мен Тоқтардың тегіне беріп, жаңадан жасатып әкеліпті. Жасын Дәулет туралы ештеңеден хабарсыз. Егер менің бақытты болғанымды көрем десеңдер, оған тіс жарып айтпаңдаршы. Бұйырса біздің өз баламыз болады. Ал Дәулет сендердің ұлдарың. Басында Құдай осылай қалапты. Оған ешкім қарсы тұра алмас. Дәулет те өсіп қалыпты. Оның жүрегін жаралағым келмейді. Біз де сенімен Дәулет туралы сөйлеспекші болғанбыз. Ол іштей анасының кім екендігін сезетін секілді.
бізге көрсетпей сенің суретіңді күнде кеудесіне басып, бетіңнен сүйіп қояды. Таяуда шалбарының қалтасынан біреуін таптым. Ортақ суреттен қайшымен қиқалап қиып, сенің басыңды ғана ойып алыпты. Түтте-түтесі шыққан. Кейін шындықты біліп қойса не істейміз? Кезінде көрерміз. Ал қазір жасын ештеңе білмесін. Мен апамды көшіріп әкетуге көндірдім. Үйді азын-аулақ малдарды саттық. Қызылордаға таяу үлкен ауылда жасынға үй беретін болды. Маған да жұмыс табылады екен. Ертеңіне қайша кешкі автобуспен жасынды тосып алып үйге ертіп әкелді. Ол көп сөз жоқ, томаға тұйық, іске мығым, пысық жігіт көрінді. Сәнім сіңілісі үшін шын қуанды. Тек Дәулет қана қайшаны айналшықтап қасынан ұзамай аяқ асты. Пайда болған ағадан қызғанып, жоқтан өзгені сылтауратып, біресе еркелеп жылап, біресе қиғылықтана ашуланып, бұрын болмаған қылық көрсете бастады. Өзін соншалықты жақсы көріп тұрған балаға немқұрайлы танытқан қайшаны түсіне алмай, жасын, сенің балаларды жек көретініңді білемін. Дәулетке неге суықсың деп сұрады. Жоқ, мен балдарды жақсы көрем, тек ұлдарды емес, тұңғышымыздың қыз болғанын армандаймын. Қайшаның арманы орындалып, келесі жылы өмірге Кәмшат атты қыз келді. Араға 5 жыл салып олардың екінші қызы дүниеге келді. Сол жылы Дәулеттің кейінгі өміріне өшпес із қалдырған бір оқиға басынан өтті. Жаздың соңына қарай даладағы мал семіріп, күзгі қарбалас науқан аяқталар шақта ауылда той көбейді. Бүгінде көрші ауылдан келін әкеліп түсіруге дайындық жүріп жатыр. Той дегенде қуық бас домалайды деп тегін айтылмаған екен. Шағын ауылдың барлық адамдары еңбектеген сәбиден еңкейген қартқа дейін той болатын үйді жағалап, әйелдер ыстық бауырсақ, тоқаштарын пісіріп, еркектер кең аулаға шатыр тігіп, мал сойысып абыр-сабыр. Жігіттер жас талдан кесіп шатырдың төбесін, қыздар көршілерден жиналған түс киіз бен кілемдерді іліп, бір өнерлерін сала бар өнерлерін салып әшекейлеуге кіріскен. Мұндайда ешкімге дес бермей тыңдамай кететін балалар емес пе?
Дәулет те асыр сала жүгіріп ойнаған балалардың ішінде. Кенет есік алдында ағызып келіп тоқтаған көліктің терезесінен құдалар ауылға тақап қалды. Келін келе жатыр, дайындалыңдар деп айқайлаған жігіт бірден көлігін артқа жүргізбекші болған. Сол сәтте естері шыға қиқулап тұра жүгірген балдардың соңында Дәулетті көлік қағып өтті. Жан дауыстары шыға айқайлаған жұрт дереу топырлап балаға жетті. Дәулет ес-түссіз еді. Сәнім, ойбай, жүгір, балаңды көлік қақты дегендей айқайдан талып түсе жаздаған Сәнім етегіне шалынып, жығылып сүрініп қақпаның сыртына әзер жетті. Балапаным, жаным, балам, көзіңді ашшы құлыным, тағы не күйде душар болдым, жазғаным-ау деп шырқыраған даусы құлақты жарған байқұс ана жанын қоярға жер таппай, Дәулеттің бет-аузы, екі аяғы қан-жоса. Дереу жүгіре жеткен ауыл дәрігері баланы тез қарап шығып, жамбасы, оң аяғының тізесі сынған анықтады. Жылдам ауданға апару керек деп шешті. Дәулет ауруханада ұзақ жатып, жаралары жазылған соң аяғының гипсін бір айдан соң шешетін болып үйіне шығарылды. Бірақ сынған жамбас сүйегі қисығынан бітіп, терезесі де жартылай, тізесі де жартылай бүгілетін болып, өмір бойы сылтып басатын күйге душар болды. Кеше ғана асыр салып ойнап жүгіргенде қатарының алдын бермейтін бала бүгінде үйден шығуға батпай, күн ұзақ терезеден телміріп отырат беретін болды. Әке-шешесі қаншама көңілін аулап, әр нәрсеге қызықтыруға талпынғанмен Дәулет бұрынғыдай ашыла қоймады. Анда-санда қаладан балғын қыдырып келгенде ғана оның 3 жасар ұлын ойнатып азда болса көңілі бөлінетін болды. Уақыт өтіп Дәулет мектепті бітірді. Әскер қатарына алынуға жарамайтындықтан балғын оны қалаға алып кетіп, радиотехника электрик мамандығы бойынша оқуға түсірген. 3 жылдан соң оны аяқтап, қолына дипломын алып ауылға оралды. Оңаша қалғанда Тоқтарбек Сәнім мен ұлдарының туған әкесі жөнінде әңгіме қозғайтын. Ер жеткен Дәулетке шындықты айтып, жұмбақ сырдың бетін ашатын уақыт жетті емес пе деп ақылдасатын. Алғашқында ермек бұларды тауып алып, ұлымды қайтарыңдар деп әлек салса қайтеміз деген қорқыныштың болғаны рас еді. Уақыт өте 20 жылда бір іздеп келмеген неткен тас жүрек еді. Әлі сол шешесінің айтқанынан шықпайтын ынжық қалпында мекен деген ой жиі мазалайтын. Ермекті кезінде шешесі өз туыстарының көмегімен ауқатты адамның қызына үйлендірген болатын. Бірақ әйелі бірнеше жыл қатарынан түсік тастап, ақыры бала көтере алмайтын күйге жетіпті. Алғашқы үйленген жылдары Ермек бір ауылда тұрса да Қайшамен бетпе-бет кездесіп көрмеген болатын. Ауыл өсегімен шаруасы да жоқ. Ұяңда момын жігіт өмірге келген ұлы барын ұмытып кеткендей. Алайда бірде кеш түссе, кітапханасын жауып далаға шыға берген Қайша үйдің бұрышынан біреудің қалқайып тұрған сұлбасын көріп қалды да, алғашында сескеніп қалса, онша мән бере қоймай бұрылып үйіне қарай беттеді. Сәлден соң артынан сықырлаған қардың даусы естіліп, әлде біреу мұны тез қуып жетіп қатарласа берді. Қайша еріксіз бұрылып жақындаған адамның Ермек екенін таныды. Қайша, амансың ба? Жақсымын, өзіңше неғып жүрсің? Сенімен сөйлесейін деп. Шешең көріп қалмасын, әлде рұқсат берді ме? Жоға, өзім келдім. Ал сөйле. Не жөнінде сөйлеспек едің? Ұлым жайында. Ұлымыз қайда, Қайша? Ал сен ештеңе естіген жоқсың ба? Маған ешкім ештеңе айтпайды. Шынымды айтсам, өзім ешкімнен сұраған емеспін. Тірі ме өзі? Тірі болатын қазір білмеймін. Ермек ұлыңды мен ауруханада ес-түссіз жатқанымда апам шығарып алыпты. Мен есімді білмеймін. Қағазға қол қойыппын. Сосын мені қалаға алып кеткенде апам баға алмайтын болған соң баласы жоқ біреулерді заңды түрде асырап алған екен. Олардың кім екенін білмеймін, апам айтпайды. Бұл жақтың адамдары емес көрінеді. Сондықтан іздеп әуре болма. Бәрібір таппайсың, атын кім деп қойдыңдар. Білмеймін дедім ғой, неге сұрай бересің? Дені сау ауқатты әйелің бар көрінеді.
талай бала туып берер. Мені енді мазалама деп Қайша жасқа булығып жүгіре жөнелді. Бұдан кейін ермек тағы да бір-екі ретін тауып Қайшадан ұлы жөнінде қандай да бір мағлұмат алғысы келіп сұрап көрген. Бірақ Қайша алған бетінен қайтпай білмеймін дегеннен басқа ештеңе айтпады. Аңғал жігіт Қайшаның айтқандарына сеніп ұлынан бір жола күдерін үзіп қайтып іздемейтіндей болған еді. Ал Сәнімнің бұл әңгімеден еш хабары жоқ болатын. Сондықтан әкесі іздеп келмесе де несіне жүрегін жаралаймыз, жабулы қазан жабулы күйде қалсын деп ұйғарып Дәулетке ештеңені айтпауға келісті. Арада біраз уақыт өткенде Қайша қызы Кәмшатты құтты орнына қондыратын болып ұзату тойына шақыру үшін сонау жерден ат сабылтып Алматыда тұратын Балғынның үйіне барды. Ол көптен көріспеген тәтесін қуана қарсы алып, дастарқан басында екеуі ұзақ әңгімеге кірісті. Кеше ғана тұлымжағы желбіреген, асыра салып ойнайтын Кәмшат тұрмысқа шығады дегенде кім сенер? Көптен көрген жоқпын, әдемі қыз болып өскен шығар. Саған ұқсаған қара торының әдемісі. Қойыңызшы, онда әкесіне тартқан екен. Балғын менің әпкемнің ауылына баруға уақытым тығыз. Өзің бара қалсаң тойға шақырарсың. Тоқтарбек екеуі қайтсе келсін. Қайша тәте, Дәулет үшеуміз деймісіз бе? Ол да қуана-қуана барады ғой. Сіздерді көрмегелі көп болды, сағынып жүрген болар, дей бергенде Балғынның сөзін өңі бұзылып сала берген. Қайша кілт бөлді. Жоқ, Дәулет келмесін, керегі жоқ. Қалайша керегі жоқ? Қайша тәте, сіз не деп отырсыз? Менің көргім келмейді. Ол ақсақты. Құдаларым, мен елдің алдында сүйретіліп, мені ұятқа қалдырып жүрер. Мен оған жол бермеймін. Дәулет менің інім. Қалайша інімді ақсақ деп кемсітіп отырсыз? Деп Балғын жасқа булығып орнынан атып тұрды. Жасын сезіп қойса ше, ол әлі ештеңе білмейді ғой. Жасыныңыздың нені біліп, нені білмейтінде шаруам жоқ. Тойыңызға шақырғаныңызға рахмет. Біз бара алмаймыз. Қалайша жалғыз әпкемсіз өтетін той болмас. Ата-анама сәлеміңді толығымен жеткіземін. Оған сенуіңізге болады, бірақ олардың бармайтынына мен де сенімдімін. Дәулетсіз ешкім бұл тойға бармайды. Ол менімен барып сізді ұятқа қалдырмаймыз деп, Балғын солқылдап жылаған күйі дастарқан басына тұрып, жатын бөлмесіне кіріп кетті. Қайша жалғыз өзі дастарқан басына қала берді. Ертеңіне Қайша тойға деп мұнысын алуға базарға жиналды. Балғын жылаудан көзі іскендей, ләм-мим демей аузын ашпастан, суық қабағы жазылмаған қалпы тәтесінің шайын беріп, есіктен шығарып салды. Сол күні түнгі пойызбен Қайша ауылына қайтып кетті. Бірақ қоштасарда тағы да әпке жездесін тойға шақыруды мықтап тапсырып тұрып, Дәулет маған ешкім емес, соны түсін. Мен үшін ол шіріген жұмыртқа. Ол туралы естігім де келмейді, көргім де келмейді. Түсінбей жүрген сіз екенсіз. Дәулеттің ата-анасы бар. Алдыңызда тұрған бауыры десе жанын беретін әпкесі бар. Ал сізге ол жай ғана туыс. Бұдан былай менің де сізді көргім де естігім де келмейді. Аман болыңыз деп, тарс жабылған есіктің алдына көздерін жас парлап қала берді. Құдайым-ау, осы уақытқа дейін туған әпкемдей көріп келген адам қандай қатыгез тас жүрек еді. 9 ай көтеріп өз ішінен шыққан баласын осыншама жек көруге бола ма? Оның жазығы не? Ата-анам білмесін бұл әңгімені. Балғын өз сертінде тұрып анасына Қайшаның тойға шақырғаны жайлы ештеңе айтқан жоқ. Сондықтан Қайша қаншама күткенімен ең жақын деген адамдары бұл тойға келмеді. Арада біраз жылдар өтті. Дәулет өз сыныптасы әрі көршісі Раушангүлге үйленіп балалы шағалы болды. Бір күні кешкісін аудан орталығынан келетін автобустан бейтаныс әйел түсіп, алдынан кезіккен адамнан Сәнімнің үйін сұрап біліп, қақпадан кіріп келе жатты. Қора жақтан сиыр сауып шыққан Раушангүл сүт толы шелегін жерге қойып әйелді алдынан қарсы алып, «Сәлеметсіз бе? Үйге кіріңіз», деді жылы жүзбен күлімсіреп. «Сәлемет болар, айналайын. Сәнімнің үйін іздеп жүр едім, осы ма?» «Мам, үйде. Жүріңіз,
Әйел табалдырықтан аттай бере біраз бөгеліп тұрып қалған. «Мама, үйге қонақ келді» деп төргі бөлме жаққа дауыстаған Раушангүл. «Төрлетіңіз» деді де өзі ас үйге өтіп шай қамына кірісті. Сәнім бейтаныс әйелге таңырқай қарап, шешіндіріп төрге отырғызды. Әйел бірден шешіліп сөйлей алмай, қымсынған бойы үнсіз отыр. «Балам, шайың дайын болды ма?» «Қазір, мама, дастархан басына келе беріңіздер» деді. Шұңғыла келіншек әйелдерді оңаша қалдыру керектігін түсініп, «Мама, мен сиырды орнына байлап келейін. Шайды өзіңіз құя бересіз ғой». Шай үстінде әңгіме бірден қыза қойған жоқ. Екеуі оны-мұны айтысқан болып біраз отырды. Ақыры қонақ әйел сөзді бастауға бел буып, «Қайша, сіздің сіңіліңіз болады ғой?» деп сұрады. «Иә, жалғыз сіңілім». «Сен құрбысы ма едің?» «Жоқ, мен Ермектің әйелімін. Атым Сақыш. Ермек осыдан 2 ай бұрын о дүниелік болып кеткен» деп әйел қалтасынан қол орамалын алып үнсіз жылап жіберді. Сәнім не дерін білмей оны жұбатып көңіл айтты. «Ауырмай сырқамай жүріп бір-ақ күнде мені тастап кете барды. Жүрегі тоқтап қалыпты. Көп ашылып сөйлемейтін, өте момын адам. Бәрін ішіне сақтайтын. Қайтейін, міне енді жалғыз қалдым. Балаларың бар шығар, неге жалғызбын дейсің?» «Баламыз болған жоқ. Кезінде түсік болды. Біреуі кетті. Содан қайтып көтере алмадым. Бір туысқанымыздың баласын кішкене күнінде бауырымызға салып бағып едік. Ес білген соң әке-шешесіне кетіп қалды. Бізді қалай тауып келдің?» Ермек қайтыс болғаннан кейін енем біраз болған жайды Қайша туралы айтып берді. Оға дейін естіп білмеген екенмін. Енем өте қиын адам. Басында мені жақсы көрді. Мен де сыйлап, айтқанына көніп жүре бердім. Кейіннен баламыз болмайтын білген кезден бастап оңашада айтпағаны қалмайтын. «Балам тұяқсыз қалатын болды әттеген-ай. Бәрі менің кінәм» деп күрсінгеннен талай естідім. Себебін білмейтін. «Сау бала таппайсың, аурусың, бедеусің» деп жер-жебірме жетіп жазғыратын. Осыдан 1 ай бұрын аузынан байқаусызда Қайша шығып кетті. «Немерем тірі болар, қайда жүр екен?» деп қалды. Қоймай сұрап едім, бәрін айтып берді. Бала туралы бір білсе әпкесі Сәнімді біледі. Біреулер асырап алыптымыз. Оны естігенде түні бойы жылап шықтым. Ермектің де жылдар бойы ішіне сақтап келген сырын кеше білгеніме өкіндім. Кезінде менімен бөліссе, мүмкін әлі де болса тірі жүрер ме еді. Ішін жегідей құрттай жеген уайымын, өз жүзін көрмеген ұлына деген сағынышы, осының бәрі қоя ма? Арыстай азаматты алып ұрды. Әйтпесе ешқашан ауырдым, жүрегім ауырды демеген. Тіпті тұмаумен сирек ауыратын. Денсаулығы мықты болатын. Сосын Қайшаның бұрынғыдай көршілерінен ептеп сұрай бастадым. Білетін үлкен адамдар, жастар ұмытқан ба? Әлде айтқысы келмеді ме? Әйтеуір әзер дегенде сіздердің ауылдарыңызды сұрап келдім. Ренжімеңіз, бөтен ойым жоқ. Тек Ермектің баласын өз көзімен көргім келеді. Сен де ренжіме қарағым, бірақ Дәулет біздің баламыз. Ол сенің марқұм күйеуіңді білмейді. Апа, сізді түсініп отырмын. Мен тіс жарып ештеңе айтпаймын, сездірмеймін де, тек көрсем болды. Осы сәтте сыртқы есік ашылып даладан дабырлай кіргендердің дауыстары естілді. Дәулеттің жұмыстан оралған беті. Тоқтарбек ойнап кеткен немерелерін тауып әкелген екен. Раушангүл де бірге кіріп, балаларды шешіндіріп, әп-сәтте тып-тыныш үйдің іші азан-қазан шуға толды. Ас үйге топырлай шулап кірген балалар бейтаныс әйелді көріп, біраз үрпиіп қалғанмен, іле жүгіріп келіп апасына айналдыра құшақтап, жарыса сөйлеп тоқтар емес. Тек үстелден біраз тәттілерді алған соң, жатын бөлмеге қарай жапа-тармағай жүгіріп кетті. 2 ұл, 1 қыз. Сақыш көз жасына ие бола алмай, сәлден соң Тоқтарбек келіп үстел басына жайғасты. Сәнім қысқа қана: «Сақыш, Ермектің әйелі, қалған артынан естисің» деп ақырын таныстырды да шайын қоя бастады.
Бөлмеге аяғын сылти басып Дәулет кіріп келіп, үйде қонақ бар екен ғой. Амансыз ба апа, деп үстелге жақындағанда, Сақыш орнынан тәлтіректей тұрып, амансың ба балам, қарағым, деп тез түзетті де Дәулеттің қолынан алып, жыламсырап бетінен сүйді. Сәнім сұраулы жүзбен қараған ұлына көптен көріспегелі құдағиымыз еді. Алыстан келіпті. Жағдайыңыз қалай апа? Шүкір қалқам. Сақыш орнынан отырғанымен көздерін Дәулеттен алар емес. Ойпырмай-ау, ермектің аузынан түскенде екен. Адам дегенің осыншама ұқсар ма екен? Қайран ермегім-ай, арманда кетіпсің-ау, неге бір көріп қалмадың екен? Сақыш іште қан жылаған жүрегін әзер тоқтатып, орамалының жиегімен көзін сүрте берді. Құдамыз қайтыс болып кетіпті, жаңа айтып отыр, деді Сәнім жағдайды түсіндірмек болып. Иманды болсын. Рахмет айналайын. Қазанға ет салынып, ас піскенше Сәнім мен Сақыш алқын-жұлқын ойнаған балалардың ортасында біраз әңгімелесті. Көздеріне толған жасты ептеп білдірмей сүртіп, бүлдіршіндерінің әр қимылдарына көзі тоймай қарап отырған Сақышқа Сәнімнің жүрегі жылып, іштей аяй бастады. Осы уақытқа дейін Дәулеттің туған анасынан байқамаған ыстық ылтипат пен аналық мейірімділікті Сақыштың бойынан көргеніне таңырқап та риза болып та отыр. Сәнім оны жібермей бірнеше күн қонақ етті. Бұл уақыт ішінде балалар да Сақышқа бауыр басып, апалап, жанына ұзамай, бала немере махаббат шөліркеп сусап, немере махаббатына шөлкіріп, бала немере махаббатына шөліркеп сусап жүрген жанының әбден мауқын басты. Қоштасарда Сәнім Сақышты ең жақын туғандай құшағына алып, есігіміз сен үшін әрқашан ашық, қалаған уақытында келіп тұрсаң, тек бір өтініп сұрайтыным, енеңе Дәулет туралы айтушы болма. Төрінен көрі жақын жан, ашылмаған сыр болып қала берсін. Естігеннен ол үшін не өзгерер дейсің? Өкінер, жылап сықтар. Баланы туған анасынан айыруға болмайды екен. Енді әркім өз күнәсін арқаласын. Мен тек өз отбасымның, Дәулетім мен сіңілімнің жан тыныштығын ойлаймын. Өмірімнің тағы бір астан кескен болғанын қаламаймын. Мені түсінген шығарсың, деп өтінді. Сақыш айтпауға уәде беріп жолға шықты. Арада 4-5 айдай уақыт өткенде Ермектің шешесі қайғыдан құса болып төсек тартып жатып қалады. Сақыш бәр ынтасымен жайылып жастық болып аузына қасықпен ас тамызып кемпірдің Сақыш бәр ынтасымен жайылып жастық болып аузына қасықтап ас салып күткенімен кемпірдің халі күн өткен сайын нашарлай берді. Біртіндеп тек су жұтатын халге жетті. Анда-санда ермегім, қайшам, кешір деген әлсіз сыбырдан басқа ештеңе айтпайтын болды. Енесінің күні тақау екенін сезген Сақыш Сәнімге берген уәдесін бұзып, немересі жайлы айтпаққа бекінді. Апа, мені танып жатырсыз ба? Сақыш деп енесі ақырын көзін ашты. Ермегім ұрпақсыз кетті. Апа, Ермектің ұлы түрі бар екен. Апа, естіп жатырсыз ба, деп қаттырақ айқайлаған Сақыш енесінің қолдарын ұстады. Ермек ұрпақсыз емес. Сіздің 3 шөбереңіз бар. Енесі жауап бермеді. Ештеңе естімегендей көзін жұмып біраз жатты. Бірақ Сақыш оның өзінің қолдарын қатты қысқанын естігенін, түсінгенін ұқты. Аузына су тамызып еді. Енесінің көзін ашып, Сақышқа ұзақ қарап жатты да әлсіз күлімсірегендей болды. Аты кім? Аты Дәулет екен. Аумай әкесіне тартыпты. Ақ сары қоңыр көзді, даусына дейін ұқсайды. Тосыннан естіген жақсы хабарды кемпірге біртіндеп күш бергендей, сол күні ол жарты кесе сорпа ішті де келінін сұрақтың астын алды. Сақыш болған жағдайды тек шет жағасын ғана жеткізіп, енесінің тәуір бола бастағанына қуанды. Бірақ бұл оның бойы жазу екенін, ертеңіне тіл байланып бір жола сөзден қалды. Тек таң ата көзін ашып, Сақышқа әлденені ымдағандай болды. Сақыш енесінің жанарын мөлтілдеп аққан жасты сүрте отырып, не айтқысы келгенін түсінбей, бетіне үңіле берген еді.
сол сәтте қария соңғы рет «уһ» деп демін шығарды да үзіле берді.